Кімде-кім жақсы-дүр, жаман-дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иғтиқатын мақкамлемек керек, екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин кімде-кім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатұғын, неше жерден бұзылатұғын білмей, басына шалма орап бірадар атын көріп, рузашыл намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен өзін өзі аңдып, шын діни шыншылдап жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.